Так, менде бөлініп кетті. Так, Талшын ханым фотосын қойдық. Мына жерге астына call to action жазуға болады. Элементарно. Былай белгілейміз. Мынау мысалға біздің фреймнің сыртына шығып кетті, сондықтан фреймнің ішіне кіргіземіз. Так. На фреймнің атын баннер 3 деп өзгертейік. Баннер 3 деп өзгертейік. И содан кейін мына жерді давайте ақ қылайық. Текст добавить етейік. Тіркелу үшін подробнее бас. Деп тоже мында қолдың суретін қоюға болады, типа саусақтың. Менде примерно бар еді, міне бар екен. Мынаны копировать етіп ала салайын. Мынаны мында қоямыз. Копировать етем. Так, үлкейтейін. Міне қолдың суреті. Так, текстті қойғаннан кейін тоже 45 емес, 50 қыла салайық. Шеттен басталсын. Тексттің шрифтін, цветін мынандай фонның цветіне қоюға болады. И подробнее дегенді белгілеп тұрып, мысалға көкке ауыстыратын болсақ, міне шрифттің де цветі, белгіленген шрифттің де цветі ауысады. Так что осылай жасауға болады. Так, бас деймізді, мынаны бүйтіп қоямыз. Так, кішкене бір түрлі болып қалды, мынаны күшейтейік. Примерно осылай жасауға болады. Келесі үстіне. Так, не деп жазамыз? Так, былай жасайық. Цветін ақ қыламыз. Мына жерден копировать етіп алсам да болады. По идее мен мына жаққа новыйдан жасап жүрмей. Так, альтпен тартсақ, міне уже біздің слойдың ішіне кірді. Кішкене жоғарға көтереміз. Талшын ханымның, то есть эксперттің басында воздух аз болып қалды. Кішкене типа тесный сияқты болып қалды. Сондықтан кішкене кішейтем. Былай жасайым. Мына жерге марафонның атын жазуға болады. Текстті басамыз, тына белгілейміз. Гармон және мен болсын. Так, енді мұнда мынандай дизайн қолдануға болады. Гармон деген астына, және деген астына мен. Шетке қоямыз. Шрифтін өзгертеміз. 80-ге қойсақ. 80 слишком сияқты 70-ге қойсақ. И арасын ұзартсақ бұның. Мына жерде шрифтқа мән бермей қойыңыз. Деген, короче, колуста не поддерживает. Өзіңіздің шрифтіңізді қоя бересіз. И содан кейін Талшын ханымның артына ақ фон қояйық. Мысалға, бұлай ма, например. Ақ цвет қыламыз да. Талшын ханымның артына өткіземіз. И мынаны мысалға пример ретінде былай жасауға болады просто. Ну, текст нечитабельный болып қалды, бірақ примерно мен сіздерге қазір дизайн жасауының настройкаларын көрсетіп жатырмын. Белгілеп тұрып, баннердің белгілеп, альтты басып тартамыз шетке қарай. Мынаны удалить ете тұрамыз. Мынау бізге керек емес. Мысалға былай жасасақ болады. Талшын ханым, эксперт. Так, не шығар жердің. Астына түсіреміз. Талшын ханымды күшейтеміз. Кругты аламыз. Просто үлкен қылып созып тастаймыз. Артына түсіреміз. Так, тағы түсіреміз. Онлайн вебинар. Мынаны цветін остырамыз. Мысалға былай қылдық. Ал тексттің цветін ақ қыламыз да. Элементарно мынаны да былай қоя берсек болады. Осы сияқты набросктар жасай берсеңіздер болады. Қарайған наброск.
Давайте нам бөлмек полный жаза салайық. Так, примерно қызық болмай қалады да. Хорошо, мына тағы бірдеңе қоюға болады қасына. Так, дополнительно тағы істеуге болады. Мысалға, қалай істеуге болады, ойланайық. Мынаның ішіне кіргізіп жіберуге болады, мына фотоның, мынаның ішіне, кругтың ішіне. Ол үшін филдің орнына мынаны бассақ, біз мында, то есть, давайте басынан дұрыстап түсіндірейін. Мысалға, любой элементті таңдадық, квадрат болсын, куб болсын, круг болсын. Мында solid деп тұрады. Linear деген ол типа градиент. Мысалы, градиент жасай беруге болады. Мына жерден прозрачностьін көбейтеміз. Мысалы, куб болатын болса. Деген сияқты. И потом радиал ол круговой. Мынау мынандай. Мынау мынандай. И мына жерде image дейтін бар. То есть мында біз фото қоя аламыз. Мысалға менде бір фото бар, мына фото. Мысалға мен квадраттың ішіне, то есть мына төртбұрыштың ішіне тағы фотомды қойып жібердім да. Fill емес, мысалға fit деген бар, ол полностью размерлерін алып келеді. Crop деген бар, ол типа өзіңіз ауыстыра бересіз. Төртбұрыштың ішінен. Давайте мен тағы белгілі болу үшін плюсты басып тағы цвет қосуға болады. Қызыл цвет қояйын. Мысалға image таңдадым. Cropтың орнына мысалға title деген бар, ол полностью осындай толтырып тастайды ішіне. Fit деген бар, ол полностью разогнать етеді. Айттым, мына кроппен мысалға мен бүйтсем болады. На төртбұрыштың ішіне үлкейтіп қойсам болады. Тек мысалға беті ғана тұратындай алып та. Пример ретінде. И міне. Тек қана беті тұр. Сол сияқты на кругтың ішіне мен Талшын ханымның фотосын қойып қояйын. То есть плюсты басам. Мына жерге image таңдайым. Image ретінде мына фото болмайды, бірақ сонда да көрсете берейін. И тұрамында бұл жерге кропты басамын. Сәл кішійтемін. Жоқ, фотоны сәл төмен түсіремін да, кішійтемін. Так, пример ретінде ала тұрайық, мынаны удалить ете тұрайық. Және, так, image-ді басып. Ой, кетіп болды. Ну, пример ретінде өйстіп, домалақтың ішіне де қоя берсек болады. Қазір біз мынаның ішіне қойғанда тіпті жақсы болар еді. Болмаса, бүйтсек те болады. Так, менде мында дайын тұр тоже. Міне менің набросать еткендерім. Мында просто дублировать етіп, сол өзгерте бересіз дизайндарын. Мысалға, былай жасауға болады. Былай жасауға болады, былай жасауға болады. Міне. Өзіңіздің қалауларыңызға байланысты. Бұны жасау оп-оңай бәрін. Давайте қазір мен сіздерге не жайлы эффектілер жайлы түсіндірейін. Мысалға міне круг создать еттік. Бұл кругқа эффект қосу керек. Давайте цветін ақ қылайық. Бұл жерде эффекті плюс бассақ, бізде дроп shadow, манандай обычный shadow, тень. Мысалға мұнда теннің прозрачностьін көбейтуге болады. Мысалға 100% қылсақ та болады. Blur деген ол размытость теннің. Spread деген ол типа несі, масштабы теннің. 0-ге қоя салайық. X деген X өсі бойынша жылжыту, Y деген Y өсі бойынша жылжыту. Кейін дроп shadow'дан басқа inner shadow, ол то есть ішіндегі тень. Давайте пример ретінде көрсетейін. 0. Мысалға, X өсі бойынша мысалға. Осындай тень қосуға болады. Мына жерден 25 тик. Осындай тень қосуға болады. Мысалға, қызыл тень қылайық. Blur'ды көбейтсек, мысалға, размытость көбейеді. Дәл осы сияқты, типа, глубинаның мысалға несі көрінеді қазір. Типа, глубина бар сияқты көрінеді мына жерде. Келесі layer blur деген ол просто размытость. Мысалға, blur'ды көбейте берсек болады. Типа, осы слойды заблурить етіп тастайды. Так, келесі background blur, ол осы фотоның ішіндегісін blur жасайды. Мысалға, оны қазір көрсету қиын.